Шоковая терапия. Қазір сіздерге бірдеңе айтамын. Егер психикаларыңыз әлсіз болса, сәл нәрсені көңілдеріңізге алып қала беретін болсаңыздар, өткізіп жібергендеріңіз жөн. Бұрынғы замандағы, яғни 1930 және 40 жылдардағы шоковая терапия. Бұл терапияда басқа осындай аппарат кигізіп, наркозсыз, ештеңесіз миға сұмдық тоқ жіберген. Оның кесірінен қаншама адам сол кезде қайтыс болған. Басқалардың жынды болып қалғаны соншалық кіші дәреттерін жіберіп қойып, оны байқамай жүре берген. Ал басқалары емделем деп жүріп, туыстарының барлығын ұмытып қалған. Осыншама сұмдыққа қарамай, қаншама жол бойы шоковая терапия медицинада жақсы деп саналынған. Не үшін және қандай адамдарға қолданылған десеңіздер, психбольницадағы адамдарға. Бірақ білесіздер ма, ол кезде депрессияда жүрген адамды да психбольницаға жатқыза берген. Қазіргідей психологпен жұмыс істеу деген нәрсе мүлдем болмаған. Шоковая терапия арқылы псих адамды бірден емдеп жібереміз деп ойлаған ғой. Бірақ қайдам, одан бетер болғаны болмаса. Егер мысалы аутизммен ауыратын адам бір шоковая терапиядан кейін емделіп кетпесе, 30 рет оған жасай берген. Үйше миға баратын тоқты барынша көбейте берген. Әрине уақыт өте келе бұл терапияның нағыз жаман нәрсе екенін біліп тоқтатып тастады. Егер білсеңіздер, шоковая терапия қазіргі заманда да бар. Бірақ әрине бұрынғыдай емес. Бірақ бұрынғы замандағы не за что қиналған адамдарды ойласам, Диананың қызықтарына жазылып алыңыздар. Ақыл.